Тәуелсіздік күні қарсаңында Есіл ауданының пригородный тұрғын алабында су жаңа аспан спорт орталығы ашылды. Сауықтыру және спорт кешені Қазаэронавигация компаниясының қайырымдылық қаражатына салынды. Мұнда спорттың 10 түрі бойынша жаттығу жүргізуге және жарыстар өткізуге мүмкіндік жасалған. Бар жақсылық балаларға демекші спорттық жабдықтың ең соңғы үлгілері мен түрлері осында. Жаттығу бөлмесі, күрес және жекпе-жек түрлеріне арналған залдар, шағын футбол, баскетбол сынды командалық спорт түрлеріне де арналған жабық алаң. Кешеннің салтанатты ашылуына келген қала әкімі мен олимпиада жұлдыздары да орталықтың жағдайын өте жоғары бағалады. Осы аймақта 10 мыңнан астам тұрғын бар. Әсіресе мынау тұрған біздің мектеп оқушылар, жастар, спортшылар күніге келіп, өзінің денсаулығын нығайтуға, күшейтуге және бұқаралық спортты дамытуға үлкен қолдау болады. Аспан орталығында ашыла салысымен мектеп оқушылары арасында қала әкімінің жүлдесі үшін жарыс өтті. Жеңімпаз команданы Алтай Сейдірұлының өзі марапаттады. Маған бұл спортшы әрине ұнайды, өте әдемі, үлкен. Маған осы жүгіру алаңы ұнады. Себебі өте ыңғайлы, жайлы келеді. Ғимараттың жалпы аумағы 7000 шаршы метрге жуық. Спорт залдарымен қатар мұнда 330 көрерменге арналған орын мен 6 жүгіру жолы қарастырылған. Кешен пригородный ауданында тұратын халықтың игілігіне берілгендіктен, жергілікті тұрғындарға да спортпен шұғылдануға мүмкіндік беріледі. Алмас Мұсабеков, Әліби Жүніс, Атамекен бизнес арнасы.